Армысыздар қазақ елі. Бүгін мінекей біз бұлтпен келген бабалар. Енді бұл кітапты жазғаныма да біраз уақыт болған. Бұны 2008 жылғы және 28 тамыз бен 4 қыркүйектің арасындағы болған оқиға, 7 күнде болған оқиға. Соны жырмен жазып шыққам. Енді ол жерде қазір қабылдау деген бөліміне келдік. Мінекей қабылдау деген тақырыбы. Бірақ енді бұған дейінгі оқылғаны, ол 6 күнгі оқиғаны жазып шықтым, оқыдым. Енді ол жерде мысалы бұл кісі Қорғалжынға барған, және 28 тамызда барады. Қорғалжында ағасы, қайнағасы Қайролла деген кісінің 50 жасқа толу тойына барған. Енді қатты ауырып, қиналып жүргесін бір серпілем, кішкене деп демалайын деп сөйтіп барған ғой. Бірақ оның арты жаңағыдай аруақ келетін уақыттар жақындаған сайын ол кісі қатты қиналып ауыра берген ғой. Кішкене 100 грамм арақ ішіп алған ол жерде. Сөйтіп ішіп алса кішкене бойы жеңілдейді, солай жеңіл болсын деп ойлаған ғой. Соныменен ол жерде кәдімгі қуған сияқты біртүрлі көріністер көріне бастаған. Қасындағы адамдардың ауырып кетті деп шошынған, бірақ шын мәнінде кәдімгі аруақтар көрініп келе бастаған. Өздерін мен танып ал деп аруақтар келіп, сен мені танып ал, менің атым осы, менің атым Нәниман, менің атым Жаным деп өздерін таныстырып, Айша бибі көрініп келген, аруақтарды таныстырған. Мінекей, бұларды ұмытпа, ертең қабылдайсың деп. Бұл қабылдаймын, ол сөздердің мағынасына мән бермеген, өзі енді екі дүниенің ортасында жүрген осы күндер. Және 28 тамыздан 31 тамызға дейін 3 күн қайнағасының үйінде болады. Одан кейін 3 қыркүйекке дейін 3 күн ағасы Баттал үйінде болады. Сол жерде ал 1 қыркүйекте ораза басталады. Ораза басталардың алдында бұл кісінің кәдімгідей шек қарын ақтарып, тазалап, сондай көріністерді көрсеткен, өзіне тазалап көрсетіп. Тыйыш жүр, енді ішсең өлесің деп осындай ескертулер жасаған. Қабағын түйіп алып, ұрсып, осындай жағдайлар болған. Аруақтар кәдімгідей керуен болып, көш болып көрініп келіп болған. Бұл кісіге бата төккен. Батаны шығару қиын болған, шығара алмаған. Айтып тұрған батаны естиді, оны жүрегіңді тыңда дейді мысалы. Бұл бір енді жүректі тыңда дейді, жүрегін тыңдаймын, үн шықпайды дейді. Соныменен жаңағы батаны шығара алмайды, анау айтып тұрған батаны өзіне шығара алмадым дейді. Еш сондай амал жасай алмайды. Сонымен негізі бұл жаңағы Астанадағы үйінде, жаңағы ағасының үйінде бұл кісінің жүрегін ұрып, жаңағы не еткен, жүрегіне мөр соққан. Содан кейін бата үйреткен. Сөйтіп ол жерде Астанаға келгеннен кейін қалам берген бұл кісіге. Арыстанның аузына тістеп әкеп қалам берілген. Содан кейін жаңағы аруақтар талай қаншама көрініп келіп бата үйреткен. Ала алмайды, ең соңында Мұқағалидың ғана батасын алдым дейді. Мұқағали жарқ етіп көрініп бұлттың үстіне мініп шыққанда, есік алдында кедергі жасап сары шашты жалбыраған әйел, ібілістің бейнесі есік алдында сырғанап жүрді дейді. Соны кәдімгі жаңағы Мұқағалидың рухы осылай көрініп келгенде жаңағы найзағай ұрды дейді. Жаңағы найзағаймен ұрып жаңағы әйелді жоқ қылып жіберді. Содан кейін барып менде жүрегіме төгіліп сөздер келе бастады дейді. Жаңағы батасын төккен сонда мысалы, жаңағы Мұқағалидың батасын берген, батасын шығарған. Мұқағали ғана, Мақатаев атамыз ғана жаңағы батаны үйреткен бұл кісіге. Сонда бабалардың салтымен аруақ келді қасыңа, қызыр келді жаныңа, бақыт қонды басыңа деп. Осы сөздерді жүректен сонда ғана шығара алдым дейді. Сол мысалы, бұл уже тылсыммен байланыс орнады деген сөз. Тылсыммен байланыс орнады, енді бүкіл аруақтар қуанып, сондай керемет болды дейді. Содан жаңағы болды қызым, енді есік алдына аулаға шыға қой деп. Бірінші дәрет ал деген, тазаланып дәрет ал. Содан кейін барып есік алдында араладым дейді, ауланы шығып, оның не себепті олай екен мүмкін бұл кісіге жаңағы аулаға бір қасиет қондырды ма, әйтеуір ауланың төрт жағында 4 күзетші тұрды дейді. Киініп алған, тіп-тік болып күзетіп тұр дейді. Ол нені күзетіп тұр, мен түсінбедім дейді. Осындай көріністермен келген. Бұл қалам берген осы уақытқа дейін мінекей 2008-ден бері қазір 12 жыл өтті ма, бұл кісі мысалы қаншама дәптерлерге мысалы жазған.
хабарлар түсірілген. Болмаса аяндарын жазады, әйтеуір қаламмен хабар алып тұрмаса, ол қаламмен адамдардың диагнозын қояды мысалға. Болмаса адамдардың не істеу керек сол хабарлар түседі мысалға. Алдағы күндеріне мысалға. Болмаса бұл кісінің өзін сақтандыру, болмаса бір жөн сілтеу мысалға. Қиналып жүрсе, жаңа қаламнан алады жауапты. Бұлай аянмен де алғанымен көбіне қаламға салады. Қасиет сондай. Соны осы келгенде кәдімгі беріп кеткен. Енді жаңағы осы аруақ қабылдап, енді дәрет алып, есік алдына аралап келеді, таңғы сағат 5-тен 20 кеткен уақыт. Енді мен аруақтар кетсе екен деп тілеп отырмын дейді. Бірақ олар кетпейді дейді. Енді бізді қабылдайсың дейді. Сөйтіп енді қабылдауды оқиын. Қабылдауымыздар. Кәне қызым, енді өзің тамыңа кір, шегінбе. Қабылдайсың сен біздерді, әйнектен қарап көгіңе. Үміттеніп бүгіннен күтуде қанша аруақтар, тану сенің міндетің, қарап аспан төріне. Келді алдыма бейнесі суретпенен атамның, танып ал қызым, бұл кім деп сұрады менен тылсымым. Атам дедім, аты кім? Ием менің сүйінбай, бала күннен танитын туысым менің жақыным. Қатулы, мұңлы көздері бата берді аташым. Азды ұрпақ адасып, өмірдің көріп қапасын, жинату есін міндетің дегендей маған мұң артып, тарамдап көзден жастары төгілте берді батасын. Атаң берді батасын, қолыңды жай боташым. Құлашыңды кеңге жай, қорықпай-ақ боташым. Алға қарай баса бер, ештеңеден тайынбай, желеп-жебеп жүреді аталарың боташым. Таңдап алған қалаулы, ең ардақты аяулы, үміт артқан қызымсың, ұялтпайды деп сенеміз. Ұрпақ азып барады, арты неге соғады, жеткізуші ұрпаққа елшімізсің елдегі, жеткізуші жердегі. Әмин дедім бет сипай, жамырасты аталар. Содан соң Жамбыл, Түктібай, Қайназар атам Сарбай. Батасын төкті кезектеп, сақалдарын саумалай. Қабыл алдым мен үнсіз, көңіліммен жадырай. Болды қызым, сен енді танып ал қайын жұртыңды. Таныстырдық түнде біз, байқайық енді қалпыңды. Деп ескертіп әкелді аталарды алдыма. Танымадым әттең ай, көңіл болды қапалы. Жылап қайтты қайын жұрт, кезектесіп алдымнан. Танымадым, амал жоқ, шығыпты бәрі жадымнан. Деген оймен тұрғанда үн естілді құлаққа. 60 деп, 70 жетеледі бір адам. Бабам шөйдене ардана, халқын сүйген ер дана. Тоты ата Тоқтыбек, қатулы қабақ паңдана. Түйіле кеп тұрса да берді кезек батасын. Көңіл олқы тотата ашуға мінді жондана. Сынағында тылсымның қиындықты өткердім. Айдай қыз айтқан аруақтарды тани алмай шектелдім. Қайын жұрттан тотатам ашуланды бір шама. Таяғымен қолындағы ұрып салды кемпірін. Мәжін екен бұл келін, танымады біздерді. Ұмытыпты кешегі біздер айтқан сөздерді. Енді бірі алыстан келіп едім мендағы, жарамайды мына қыз, танымады біздерді. Деген сөзбен қажады тылсымдағы құдірет. Не дерімді білмедім, сәл тұрдым да ширығып, айғай салдым қайын жұрт, қайдан білем сендерді, өз ұлдарың білмейді, қинамаңдар, жеңілет. Нағашы жұрт келсегер таныр едім баршасын. Өз жұрдымнан кәнеки сұраңдар, тілім сайрасын. Келін болып түскенде енемде менің болмаған, айыптама бекерге, буынсыздық болмасын. Сәл үнсіздік артынан, пай-пай деді бір аруақ, қызың мықты Сүйеке, деп сөйледі ол қолдап. Бірақ менде шама жоқ, қара терге малшындым, дем алуды аңсадым, ұйықтасам ғой шамалап. Ұмытпасын дедім екен, қалам берді тылсымым, ертегідей лақтырылды ол шынжырымен тышқанның. Алтын шынжыр бойыменен лақтырылды тағы да, киім асты шифонерде жатқан менің дәптерім. Ұшып келді шыныменен қағып алдым қолыма. Сол қаламым дәптерменен айналды менің бағыма. Деді аруақ сұрақтарың еш жауапсыз болмайды, бұл қаламың көріп келің, бағыт берер жолыңа. Таныстырған аруақтардың жаздым енді аттарын. Танымайды ұрпақтар, есімдерін хаттадым. Талай хабар түсірді аруақ, белгі беріп өзінен. Болашаққа бағытталған тарихынан қатпардың. Жалғыз өзі бір төбе, 60 би аташым,
Қайта-қайта сұранып аямады батасын. Төгіледі көз жасы, тоқтағанын көрмедім. Неге сонша езілдің, жыламашы аташым. Балаңызды оятсам қоясыз ба жылауды? Деген едім, кәне оят, деп аруақтар шулады. Ал ұрпағы тұра сала айқай салды өзіме. Қайдағы аруақ, есіңді жи, деп өзімді сыбады. Пенде әрине түсінбейді не болып та жатқанын. Ұрпақ үшін аруақтары көз жасына батқанын, білсе шіркін қуанар ед, құдіреттің сыйы деп. Әлде кім біледі, мен әрке баспадым. Жылап тұрған Алпысбайды көріп қатты қиналдым. Қайтсем енді қойдырамын бұл атамның көз жасын. Ұрпағыңыз ес жияды, түсінеді бәрін деп уәде бердім. Бар тілегім қойса дедім жылауын. Көңілі мұң, бұл атамның сонша терең тұңғиық. Білер меді қанша сырды жүрекке тұр сыйғызып. Неге бірі қатулыда, енді бірі жылайды. Жауап жоқ, жұмбақ толы тылсымымай тұңғиық. Қазықтай тік денелі еңселекен Жетпісбай. Қатулана сөйледі, дауға түсер адамдай. Ұқсамайды бауыры Алпысбайға тіпті де. Бірі жұмсақ, бірі тас, билік айтқан халқынай. Жақыпбек мырза, өз атына мырза деп халқы жалғаған. Сал болған-ау, сұлу киім, сақал мұрты шақталған. Нұртөре ата, Бөкібай, билер болған осындай. Кім біліпті бүгінде, ұрпақ бар ма жоқтаған. Бір күн бұрын шашу шашып құттықтаған аналар бүгін келді тобыменен маңғазданып танып ал. 3 баласын жетелеген әжеде жүр арада, балалары Мағдат деген сірадағы осылар. Әлгі кемпір балалары бұлттан түсті қалықтап. Сәлем беріп кірмекші үйге, қорқтым қатты таңырқап. Жүйкем нашар, көрінбей-ақ қойыңдаршы, қорқамын, деп өтініп айқай салдым, қалмайын деп шалықтап. Күнде оп-оңай ашылатын есігім зіл ап-ауыр, апыл-тапыл үйге кірді ағайынды 3 бауыр. Не беремін мен бұларға, наннан басқа дымым жоқ, бірақ олар көрінбейді, тек қадамы тым ауыр. Айдын балам келініммен қайын апам Әлия, тал түбінде тұрды олар, мәз мейрам боп жымия. Әрменірек әкем баққан қызыл сиыр көрінді, дүбәрә ой, бар мен жоғы араласқан дүния. Енді бір сәт ұзын бойлы атты адам көрінді. Кәне қызым, танып алшы, мынау атты кім еді? Деген сәтте айдын балам айғай салды орнынан. Айтшы мама, Қарасай деп. Өзі қатты көңілді. Қарасай деп айғай салдым. Кетіп қалды батырым. Батасында бермеді ғой деп ойладым ақырын. Қарқылдайды келін бала мазақ етіп тұрғандай. Ойда сұрақ, неге күлдің? Ұят емес пе жарқыным? Абылай хан бабам келді, көзін тіктеп қадады. Өткірлігі шыдатпай тасаландым шамалы. Ол да бекер емес екен, өткірлігім шыңдалды. Қабыл алдым барша қазақ басын қосқан бабамды. Ақындар да, жазушылар, батырларым, бабалар соншама көп келіп жатты, бата төкті. Неге олар? Нәзік жанды әйелмін мен, батыр емес, би емес, арқалаттың аманатты нар түйеге жүк болар. Төлеген Тоқтаров пен Әбдіров Нүркен ағалар. Көп қарадым, танымадым, ынтамды кім бағалар? 3-ші класс есіңе ал, ана тілі кітабын, деген үн кеп жетеледі тылсымдағы бабалар. Тани кеттім Нүркен атты, Әбдіровті айқайлай. Бәрекелді деп қуанды тылсым мені қолпаштай. Граната жарылды да жас қазақ ойнай жөнелді. Төлегендей батыр ағам батасын берді аямай. Есенберлин Ілияс, Жансүгіров Ілияс, жазушылар Әуезов пен Мұқановта қиялас, Дінмұхаммед Қонаев пен Бауыржандай ұландар, Әлия мен Мәншүк батыр өрімдей-ақ өте жас. Рысқылов Тұрар қыршын кетіп ертіп келді. Рысқылов Тұрар қыршын кеткен ертіп келді топ адам. Бата берді артында топ, үндемей-ақ қол жайған. Репрессия құрбандар деп келді үн жүрекке. Бәсе, дұға жасап, сендерге талай қол жайған. Жылы жүзді ақтоны бар Панфиловты таныдым. Сталиндер, Брежневтер әрең ашты қалыбын. Андропов, Суворов бар былқылдаған батпақта.
әрең көтерілді. Сұрақтардың саны мың. Алаңдатты осы жағдай. Неге келді ол олар? Көп ойландым, ағайында арада жоқ ұрыстар. Қаламберге Мұқағали тылсымыма сыйынып, пір атама сұрақ қойдым. Жүрек мүмкін байыздар. Аташым аруақтардың алғаш қабылдағанда Ұлы Отан соғысының ескерткіші неге көрінді? Көкте ғой бәрі олардың, отан үшін қан төккен, жазықсыз олар ол кеткен, өмірлерін қиған жан пида, еш қызық көрмей қан жоса. Көрдің бе қызым сен өзі, халқың үшін жан қисаң, күнәлар төгіледі сен үшін. Қызмет істейсің сондықтан, тер төгіп өзің сол үшін. Орыстардың батырлары ше? Көрдің ғой әзер қозғалды. Былқылдаған батпақтан шаштар өскен албасты, сондықтан да шыға алмады алғашқы. Мұсылманның балалары алда тұрды топ жарды. Біліп қой енді, осы сен ислам діні хақ жолы, алла жолы ақ жол ол. Сондықтан да айтам ғой мұсылманның балалары ойласын Алланы, дінге бет бұрсын деп, сонда болады дұрыс деп. Әлия мен Мәншүк ше? Періште ғой олар, сондықтан көкте ғой. Әңгімелеп көп жайды хикаялап бергенде, Мұқағали қолдау ұнамады шешеме. Қалайша ішіп жын пері болған аруақ қолдайды дегенінде қиналдым, күдік кірді көңілге. Мұқағали ше деп Сүйінбай атасына сұрақ қояды тағы. Үйретті ғой өзіңе, қалай айту керек батаны. Естілді ғой құлағыңа қаталы. Кешірілген күнәсі, халық үшін жыр жазған, ұйқы күлкі көрмей ол, түні бойы ойланған, жемқорларды, бетсіздерді жерлеп жебеп, жетесіне жеткізе, батыр айтқан көздеріне көрсете. Естідің ғой сөзін сен, шегелеген шегедей, нығайтады, нығыздап бір бүркемей. Сондықтан да жамағаттың алдына өзің шыққанда ұмытпайсың, шегелейсің, нөсерлете жауған бір жаңбырдай. Үйдің ішіне өзіңе ұнамағанымен жиналған жұрттың алдында арқаң ұстап рухпенен жетесіне жеткізесің батырып бір шегелеп. Өйткені сен оқыған кезде ағаң келеді Мұқағали. Мен келемін қолды жайып бір Аллаға ол жылай. Сенің батаң Алла жазса қабыл болар, пенделерге ол ем болар. Жаман жолға түскен пенде болса, оларда жым болар. Ауыздарына сөз түспей жігерлері құм болар. Әумин. Осылай деп Сүйінбай атасы бұл артынан алған хабарлар. Біраз уақыт өткеннен кейін үйінде сұрақтар пайда болады. Әңгімесі айтып отқан сайын ол қалай жаңағы батпақта былқылдаған орыстың жаңағы Суворовтарды көрген, Сталиндерді, оларды неге көрдім деп. Сосын оны айтады, олар жаңағы қазақ батырларының, қазақ хандарының алдына түсе алмаған, өйткені таза емес рухтары, жаңағыдай сондай жауыздықтар көп, қазір тарихтан біліп жатырмыз ғой. Оның барлығы рухтың да сондай деңгейге түсіріп төмендетіп тастайтындығын көрсетіп тұр. Сосын мына Мұқағали Мақатаевты айтады, шешесі қожа болған кісі, әлі күнге дейін ол кісі бар, 90-нан асты. Ол енді бұл кісі 9 жасынан бастап намаз оқитын адам, қожаның қызы ғой. Сол кісі айтады, ол Мұқағали деген кім? Ол арақ ішкен адам, бауыры іріп-шіріп дейді. Неше түрлі сөздер айтқан ғой. Сосын мазасызданып кетіп сұрақ қояды аруаққа. Неге Мұқағали келді дейді. Ол неге маған бата беріп, мен басқа не ала алмасам, мен неге Мұқағалиді алдым дегенде, жаңағы берген батасы. Ол күнәлары кешірілген, ол халық үшін қызмет жасаған деп. Керемет енді шыныменен Мұқағали ақиқатты айтып, бетің бар, жүзің бар демей, қашанда шындықтың жолында жүрген бабамыз, атамыз. Сондықтан оның рухының сондай асқақ, өр, сондай жаңағы керемет деңгейде екендігін айтқан. Сол Мұқағали атамызды ғана қабылдаған осы кісі. Жаңағы енді оқуды жалғастырамыз. Манағы басында Қарасай деп айғайлағанда қолын сермеп кетіп қалған аруақ сол жерден жалғасады қайтадан. Бата бермей қолды сілтеп кеткен батыр біртіндеп, бұлттан аса аттың басын бұрды қайта екпіндеп. Шатастым-ау, әбден өзі мынау батыр кім еді? Ұзын бойлы, ықшам ширақ, алдаспанын тұр сермеп. Атам қайда айтыңдаршы, айғай салдым тылсымға.
атаң жоқ деп қатуланды тылсымдағы бір ата. Келмеген бе, әлі бата беріп жатқан шығар деп ойладым мен, естіп едім шақырғанын алысқа. Алып бұқа аузында зеңгі бабам жантайған, мейіріммен үн қатты, толды көңіл ортайған. Қуанышпен еске алдым көкшедегі батаны, сол сәтінде өкіріп зеңгі бабам салды ойран. Қуырып жердің апшысын дауыл көтерді аруағым, көрініспен қоршады айнала қойып шарбағын. Ақыр заман ойнатар құдіретін байқадым, шексіз құдірет санамды менің шайқадың. Аллажан мені кешір деп Айдай қыз айтты дұғасын. Пенделерімді кешіргін, иманнан өмір құрасын. Жасқанып қара дауылдан қорғаштаған Айдай қыз біртіндеп қана қарады, ерекше тыныш болғасын. Осымен тоқтайық бүгінге.